мынаны болмайды, саунаға баруға болмайды. Ас адамның арқауы дейді. Онкопрофилактика деген не? Бір күнде ғажайып еш нәрсе болмайды. Ескі клетка өліп, жаңа клеткаға орын беру керек. Не нәрсені айтса, сол көбейеді деп қорқады ғой. Күнделікті ағзада сондай күрес болып жатады, ойлаңызшы. Скринингке шақырса қашатындар бар, бармайтындар бар. Өмірге құштарлығы болған адамдар қандай да болсын ауруды жеңіп шығуға мүмкіндігі бар деп санаймын. Амансыздар ма, қымбатты денсаулық каналының көрермендері, бүгін кезекті сұхбат. Сіздер білсеңіздер, елімізде Астана қаласында Үміт Тома орталығы бар. Онкологиялық ауруларды алдын алуға, емдеуге ең оңтайлы, ең озық жабдықтармен, техникалармен жабдықталған. Тіпті біздің еліміз, шетелден де келіп науқастар осы Үмітте келіп емделеді, жақсы нәтижелер алып жатыр. Онкологиялық аурулардың барлық түрі емделеді. Сол орталықта осы жақыннан бастап Бота Құсманқызы мен танитын өте білікті маман, балалар онкологы, қазір интегративті онколог, нутрициолог болып сол жерге қызметке тұрған екен. Құтты болсын, Бота ханым. Енді қазір көрермендер онколог деген сөзді түсінгенмен интегративті онколог деген не, нутрициологияның онкологияға қандай қатысы бар деген кәдімгі қалыпты сұрақ туындауы мүмкін. Әрине, Сіз немен айналысайын деп жатсыз Үміт орталығына барып? Түсіндіруге өте қуаныштымын. Сұрағыңыз өте орынды, себебі қазіргі таңда дәрігерлерді тани келе, мысалы, нутрициолог дегенде әрбір адам барып бір жүдеу үшін, біреу артық салмақ тастау үшін деп қана түсініп жатады. Шынында интегративті онкология деген бұл адамды оң құлақ, сол құлақ, көз, бауыр, бүйрек деп бөлмей, тұтас бір адамды бір организм ретінде қабылдау, яғни бастан аяқ қарау. Бұл бірінші жағы болса, екінші жағы, мысалы, қазіргі таңда онконауқастар тыңдап отырса біледі, дәрігерлер мынаны болмайды, саунаға баруға болмайды, жақсылап тамақтаныңыз деген сияқты 5-6 ғана сөйлеммен шығарып тасталады онкологтардың өзі. Себебі дәрігерлерді ешқандай жазғырып тұрғаным жоқ. Уақыттың тапшылығынан бұны арғарай зерттеу деген бұл да өте бір уақытты және энергияны қажет ететін процесс. Сол үшін жалпы не жеуге болады, не істеуге болады, қалай ұйықтауға болады, қандай да бір процедуралар бар ма кері әсерін тигізетін, немесе қандай да бір дәрумен, минералдар қабылдауға бола ма? Олар да сізбен біз сияқты Д дәруменің тапшылығына тап болады, немесе Б тобындағы дәрумендерге тап болады, анемияға тап болады. Соған қалай да көмектесуге болады ма деген сұрақтарға көп дәрігерлер жауап бере бермейтін сұрақтарды онкореабилитолог, онконутрициолог деген мамандар зерттеу керек деп санаймын. Сол үшін яғни онкологиямен ауыратын адамның күтімі, реабилитациясы, химия, сәулелік ем алып жатқан кезінде, операцияға жатқан кезінде сол емдерді жеңіл қабылдап шығу үшін, немесе сол емдерге дайын қып жіберу үшін, сол емдердің кері әсерінің сол адамның ағзасына өте көп тиіп кетпеу үшін осындай интегративті онкология саласын зерттеп жатырмын. Қазіргі таңда Америка құрама штаттарының үлкен интегративті онкология курсының студентімін. Тамаша, өте жақсы. Енді атам қазақ ас адамның арқауы дейді, ауру астан дейді. Демек, біздің тамақтануымыз кез келген дені сау адам үшін маңызды, ал енді онкологиялық ауруға шалдыққан адамдар үшін ол өте маңызды. Солай ғой? Гүлжазира ханым, ғылым бұл туралы былай дейді, 2008-2014 жылғы ғылыми статьяларда, яғни өте авторитеті бар журналдарда публикация көрген статьяларда адам өмір салтын өзгерту арқылы, яғни салауатты өмір сүру арқылы онкологияның 60-68% дейін болмауына алдын алуына мүмкіндігі бар екен. Ол дегеніміз қазіргі таңда сізбен біз көріп жүрген 100 онконауқастың 60-ы егерде дұрыс ұйықтаса, дұрыс тамақтанса, спорт болса аз-маз, ауырмайтын еді онкологиямен. Ойлаңызшы, 40-ы ғана. 40, енді 100 адамның 60-ы деген ол өте үлкен сан. Сол үшін қалай тамақтану керек жалпы?
онкопрофилактика деген не? Соны мен жалпы қазақ халқына қазақ тілінде, қарапайым тілінде таратқым келеді жалпы. Онкопрофилактика дегеніміз не деп қалдыңыз? Біз қазір онкология, рак деген сөзді естісек, кез келген адам қорқамыз, ол өлімге әкеледі деп ойлаймыз. Болды, бұл диагноз қойылды ма, мен өлем деген ой туындайды адамның басында ең бірінші, иә. Профилактика дегеніміз не істейміз? Скринингке шақырса қашатындар бар, бармайтындар бар. Сіз не айтасыз? Бұл тұрғыда онкопрофилактика деген бұл әрбір адам, өзін саналымын деп санайтын адам айналысу керек зат. Себебі қараңыз, мысалы, Жапонияның ғылыми зерттеулерінде егерде әйел адамдардың арасында сүт бездерінің обыры бізде Қазақстан бойынша бірінші орында тұр, иә. Егерде адам күніне 3 чашка көк шай, 3 кесе көк шай ішсе, сол адамдарда рак пен уже онкология, молочной железы соған шалдыққан адамдардың арасында рецидив немесе аурудың қайтадан қайта пайда болуының рискі 58%-ға дейін төмендейді екен. Демек, жаңағы жас көк шайдың құрамындағы эпигалокатехин деген зат бар, раковый клеткалардың тамырын азайтады. Яғни не нәрсенің тамыры аз болса, ол өсе алмайды, иә. Сол үшін тек қана бір көк шай ішу арқылы, спорт қосу арқылы, тамақтан артық қантты азайту арқылы адам рецидив, метастаз деген сияқты онкологияның жаман асқынуларынан бас тарта алады. Өзі Қорған алады, иә? Қорған алады, иә. Мен науқастарыма былай айтам. Мысалы, қазір ойлайды барлығы, Бота ханым айтты, көк шай ішу керек. Иә, көк шай ішіңіз деп. Жаз қара шай, краскасы бар Пакистан сүт қосылған дегенді мен мүлдем жалпы өзім қателік деп санаймын, себебі өте зияны бар ағзаға, иә. Енді қараңыздар, және ойымды бөліп жібердім, айтқым келіп тұрған. Енді былай қарайықшы, жаңа туған нәресте және үлкен адам неге дені сау, енді ғана дүниеге келген балада онкологиялық аурулар туындайды? Иә, бұл бір орынды сұрақ. Себебі балалардың онкологиясы мен ересектердің онкологиясы бұл мүлдем екі ауру сияқты. Себебі балалардың клеткалары, бұлар эмбрионды клетка, ананың жатырында пайда болған, енді дамып келе жатқан клетка. Опухольдерді, ісіктері де осы эмбриональды ісіктерге жатады. Нейробластома, гепатобластома, ретинобластома, не нәрсе бластома деп аталса, олар сол дамушы жасушалардан туындайтын. Лейкоз да, лимфома да сондай дамушы жасушалардан, яғни жасушалардың ең жетінші атасы бар ғой, түпкі. Сол жасушаларда пайда болған ісіктер бұлар. Балаларда осындай онкология. Ал ересектерде ол уже жеті атасынан түсіп, біздің замандастарымызға келген клетка, бірақ қайта мысалы экологияның нашарлығы, тамақтың құрамындағы мусор, стресс, спорттың жоқтығы, судың нашарлығы, мысалы өте көп факторлар, бұл мультифакторлар, вирустар, бактериялар, осының барлығы жиналып каждый раз жаңағы клеткаға удар соққы жасағандықтан бұл клетка аяқ астынан өлуін ұмытып қалады. Иә, өлуін ұмытып қалады деген, мысалы, сіз бен менің жасушаларымыз, допустим, ауыз қуысының клеткалары 3-5 күнде жаңарып отырады. Ойлаңызшы, 5 күннен кейін ол ескі клетка өліп, жаңа клеткаға орын беру керек. Ал раковый клеткалар бұлар бессмертный, яғни өлімді ұмытып қалған клетка. Арғарай туа береді, өзі сияқты онкоклеткаларды туа береді. Сол рак деген осы нәрсе жалпы. Иә, көп адамдар, ой, бұл ауруды айтпаш, қорқам деп айтады, бірақ анандай сөз бар ғой орыстарда, кто информирован, тот вооружен деген. Яғни ақпаратымыз, сауатымыз артқан сайын біз соның алдын ала аламыз. Иә, не нәрсені айтса, сол көбейеді деп қорқады ғой. Расымен де, ал енді ол жасушалар өлуді ұмытып қалды дейік. Оған әсер ететін кәдімгі біздің күнделікті қарапайым денсаулық формуласын сақтамауымыз себеп болып тұр. Бірақ атадан балаға берілетін генетикалық түрі де бар. Ондай түрі де бар, бірақ мен бұны қалай түсіндірем? Жалпы сіздің көлігіңіз бар делік, сіз көлігіңізге кілтін салып қоясыз, бірақ
әлі бұрамайсыз, Иә. от алған жоқ. Генетика деген 100% онкологияның ішінде генетиканың рөлі 20%. Яғни кілтті салып қою, бұл уже ата-бабаңда келе жатқан онкогендердің бар болуы, генетикаң. Бірақ сол кілтті бұрайсыз ба, яғни көлігіңізді от алдырасыз ба, жоқ па, сіздің салауатты өмір салтыңыз, жаңағы витамин, минералдарға толық болуыңыз, стресстің уровені төмен болу, бірнеше факторлар әсер етеді. Егер де сіз өмір бақи осылай салауатты өмір сүретін болсаңыз, ол ген ешқашан оянбауы мүмкін. Иә. Қазір енді балалар арасында онкологиялық ауруларды емдейтін ана мен бала орталығында онкологиялық бөлім бар. Иә. Ол жерден де мамандармен сұхбаттасқан кезде көрсеткіштер жақсы, балалар тез сауығады. Әсіресе лейкозға ұшыраған балалардың ата-аналарын ескерткіміз келеді, қорықпау керек, емделуге өте жеңіл келетін ауру түрі дейді. Ешкім енді ол баласын ауру болсын деп тілемейді ғой. Бірақ біз шынымен де осы аурудан қорықпауымыз керек. Оның алғашқы белгілерін балаларынан ата-аналар онкологияның қандай белгілерінен байқасақ болады. Жалпы лейкоз деген, бұл басқа мына балалардың ісіктерін біз үлкен екі топқа бөліп қараймыз. Негізінде жарты балалардың онкологиясының 50%-ын сұйық онкологиялар құрайды дейміз. Ол лейкоз бен лимфома деген аурулар бар. Яғни қан және лимфа жүйесі немесе бездер бар ғой, солардың онкологиясы. Екінші, бұл солидный опухоль дейміз, яғни бас, мидың, бүйрек, бауыр жүк, қалған қатты органдардың онкологиясы, сүйек, тері деген сияқты. Енді өзіңіз көріп тұрсыз, яғни 100% онкологиямен ауырып қалған баланың тең жартысы лейкоз почти, Бұл қазіргі таңда да кішкене өсіп келе жатқан патология, жалпы онкопатология. Енді бірақ сол ата-аналарды енді былайша жұбату дейміз ғой, бұл өте емге көнгіш. Жалпы бластомалар немесе осындай эмбрионалды ісіктер, бұлар емге, химия, сәулелік емге өте көнгіш емдер. Ал карцинома деген үлкендердің бауыры, асқазаны, сондай ісіктері, олар кішкене емге тұрақты. Олар қанша улы химия беріп жатсаң да, олар өлмей қояды кейде. А балаларда сәл дозаға, даже гормон бере бастаған кезінде, преднизолон, дексаметазон береміз, профаза деп аталатын ең химияның бас жағында. Соның өзінде уже жаңа лейкоз клеткалары жыртылып, қаннан шыға бастайды. Әрине, әр аурудың ішінде өзінің формалары бар. Енді лейкоздың 100 шақты түрі бар. Арасында бір резистентті түрлері болады, бірақ олар сирек, жалпы басым көпшілігі емге көнетін онкология түрі лейкоз. Ең бірінші оңай әдісі бұл баланы үнемі қан анализін тапсырып тексеріп тұру ма? Әрине, жалпы лейкоз дегеніміз, бұл жаңа айттым ғой, қан жасушаларымыз біздің 7 ата-бабадан туып, ең соңғысы біз болуымыз керек. Жаңа эритроцит, лейкоцит, тромбоцит деген 3 жасуша болып шығу керек. Бірақ соның арғы тегіндегі 7-ші атасы, ең түпкі атасы, бұл осы стволовая клетка дейміз. Міне осы стволовая клетка белгілі бір анасының жатырында жатқанда, мүмкін әкесінің белінен алынған, білмеймін, әртүрлі факторлардан жиналған бір патология кезінде бұл клеткаларда мутация пайда болады да, кейін баланың бір белгілі жасында, белгілі бір стресстердің мөлшері көп болғанда, бізге онкологияға қай кезде түседі, көбінесе әртүрлі қиын оқуларға дайындалып жатқанда, жаңағыдай бір балада үлкен күйзеліс, стресс болған кезінде бұл ісіктер оянады, былайша айтқанда, генетикасы бола тұра. Содан кейін бұл жаңағы соңғы ата-бабасы 3 әдемі эритроцит, тромбоцит немесе лейкоцит деген біреуі оттегін тасымалдаушы клетка, эритроцит, тромбоцит деген қан ақса, соларды ұйытатын, қан ағып тұрған жерді жабатын жасуша, лейкоцит деген бұл иммун жасушалары, вирус, бактерия, жаман мусор, соның бәрін көріп қояды да, жеп тазартып отырады қанды, ағзаны. Осы 3 жасушаға дейін дамып жете алмай қалады. Арғы ата тегінен бастап онкожасуша болып кетеді, раковый жасуша, өлмейтін, көбейе беретін. Міне, бірақ осы тұрғыда оларға химия бере бастағанда олар
таза Тез құлан үйінде көнеді иә, дейсіз құлан ғой. таза айығып кетеді, тез айығып кетеді міне. Мгм. Енді бұның белгілері қандай дейсіз ғой? Біздің жаңағы даму барысымыз, қанымыздың даму жасушалары сүйектің кемігінде. Помните, бір тістеп шайнап Мүжіп, сорып иә. алатын бір сөлі бар ғой, сүйектің мүжіп. Вот сол жерде біздің қан жасушаларымыз жасалады. Бұл мына грудинада, жамбас сүйектің, жалпы ұзын сүйектерінде сондай губчатое вещество деп сондай затында пайда болады. Гідір болып анау Иә, сүйектің гідір мүжігінде. иә, арасында бір сөлі бар, сүйегі бар, жаңа губка сияқты нәрсесі сол жерде пайда болады. Енді жалпы сүйек кемігі қандай нәрселерге сезімтал? Біріншіден, мына біз ұстап жүрген жалпы С дәрумені. Ағзада біз айтамыз, С дәруменінің жиналатын қоры жоқ, ол суда еритін дәрумен. С дәрумені бүкіл көкөністерде, бүкіл жемістерде бар, иә. Бірақ та ол ағзада адамды жаңа зерттеп, микроскоппен зерттесек, ешқай жерде қор болып жиналып тұрмаса да, қазір ішкеннен кейін 1 сағаттан кейін артығы зәрмен шығып кетеді. Бүйрек шығарып тастап отырады, себебі ағзаға жинала алмайды ол. Бірақ сол С дәруменнің ағзадағы ең жоғары концентрациясы бұл сүйек кемігінде және гормон бөлуші бездерде екен. Мынау қалқанша без, надпочечник дейміз, тимус дейміз. Бұл жерде де иммундық жасушалардың университеті, жалпы тимус деген орган бар. Міне осы жерлерде балаларыңыз көк шөп жей ма? Көкөніс жей ма? Жасыл салаттар жей ма? Тек қана жейтіні банан ғана ма? Міне осындай сұрақтарға. Себебі көп адамдар ойлайды, цитрусты берсек, витамин С-ға толтырып қойдық деп. Жоқ, цитрустан қарағанда, бір апельсиннан қарағанда, бір сары қызыл бұрыш бар ғой, болгарский бұрыш. Соның құрамында бірнеше есе С дәрумені көп. Яғни балаға қанттың мөлшері азаю керек. Неғұрлым қант көбейген сайын онкология көбейеді. Жалпы бұл прям доказано, закономерность, дәлелденген. Біздің қазіргі тек қана балалар емес, жалпы отбасында біз тек қана фастфуд, көмірсу, жеңіл тағамдарға көшіп кеттік. Фастфуд болмаса да, ол макароны, соны айтамын. ол картошка, балалардың жейтін тағамы, ол оннан жасалған тамақ, бешбармақ, жаңағыдай әртүрлі кеспе, лапша, білмеймін, лағман, но айналып келсең, сол айналып келсең, онның бір крахмалдың бір молекуласы, ол полисахарид, аузыңда ыдырағанда, сілекей ыдыратады оны, 300 молекула қант шығады одан. Яғни ол тәтті болмаса да ол қант, понимаете? Қант ағзада көбейген сайын инсулин көбейеді, инсулин көбейген сайын витамин С-ның мөлшері азаяды, себебі әр жасушаға қант кіретін есіктен, инсулин кіретін есіктен витамин С да кіреді. Яғни екеуі бір орынды қолданады кіру үшін. Ал сіздің рационыңызда қайсы басым? Қант басым болса, витамин С-ға айтады мүлдем. Жолама, саған орын жоқ. Бір мына есіктен мен ғана өтем дейді. Бітті. Ондай кезінде бізде иммуносупрессия, иммунитеттің жасушалары 2 есе азаяды екен. Ағзаға 100 грамм қант түссе. Ойлаңызшы. 30 минуттан басталады 100 грамм қант жегеннен кейін. 5 сағатқа дейін сіздің иммундық клеткаларыңыз ең мощный, даже онкологияны мен күресіп тұратын иммундық клеткаларыңыз, жаңағы мен айтқан лейкоциттердің саны макрофагтардың 50%-ға азаяды екен. Міне адамдар просто бір кесе сок ішкісі келе салады, бір кесе кола ішкісі келе салады, бірақ құрамында қанша қант. Сол үшін қазіргі таңда неғұрлым тәттіге құмарлық кезінде соғұрлым онкология өкінішке орай өсіп келеді. Бір стақан коланың құрамында 10 шақпақ қант болатыны дәлелденген, оны біз эксперимент ретінде де эфирлерден талай көрсеттік. Бір шақпақ қант 5 грамм десеңізді, 10 деген 50 грамм. Яғни 2 стакан кола іштіңіз ба, бітті, сіздің иммунитетіңіз 5 сағатқа қалың ұйқыға кетті. Ол кезде ковид кірсін, онкоклетка оянсын, ештен оянса да, сіздің бүкіл жаңағы денсаулығыңыздың жаршылары бітті, қақпадан бәрін өткізеді. Ұйықтап жатыр. Өзіміз ұйықтап қолдан. Міне, онкопревенция, онкопрофилактика деген Гүлжазира ханым осы. Интегративті онкология деген осы. Түсінікті. Көп ата-аналар балалары ауырғаннан кейін, олар өмір бақи қорқынышпен жүреді, қайталап ауырып қалуы мүмкін бе деп. Психосоматика дегенде ұғымдар бар, қазір нені ойласаң сол болады дейді. Жалпы баласы жазылған ата-аналарға қандай кеңес берер едіңіз? Салауатты өмірді ұстану енді ол екі бастан, бірақ оның маңыздылығын тағы бір айта кетсек.
Жалпы біз жалпы тұлға ретінде, ағза ретінде өте әмбебап дейді ғой организм, универсальный. Мынандай бір жеріміз, бір органымыз жұмыс істемей қалса, оны алып кететін, көтеріп кететін басқа орган бар. Ол жұмыс істемей қалса, үшінші, яғни ағза күнделікті өлместің күнін көреді. Күнделікті ағзада сондай күрес болып жатады. Ойлаңызшы, енді біз оны бүйтіп молекула тұрғысында зерттей келгенде, біз оның барлығын түсініп тұрмыз, науқастарға жеткізгім келгені. Жалпы қай органның ағзада орны бірінші жоғары жақта, сол органның қызметі мықтырақ, сол органның ағзаңызды аман алып қалуға, аурусыз алып қалуға күші көбірек деген сөз. Бұл бірінші орында гипоталамус, бас ми, яғни бас мидың гормондардың сыртқы ойлау, көру, өкпе, реніш, қызғаныш, жаман сезімдердің екеуімен байланыстыратын жері гипоталамус деп аталады. Ол ең бірінші орында тұр. Мүмкін біздің жануарлардан да артықшылығымыз сол жерде шығар. Бұл гипоталамус, айтпақтай мен телефон туралы айтуды ұмытпайыншы, сіз маған есіңізге салыңызшы. Бұл гипоталамус жаңа, егер де сіз қанша жерден дұрыс тамақтанып, қанша жерден спорт жасап, витамин ішіп, салауатты өмір сүрем деп, режиммен жүрсеңіз, денсаулық формуласын сақтап жүрсеңіз, бірақ та сіз біреуге өкпелісіз, біреуді қызғанасыз, біреуге ашулысыз, әр күн негативті эмоцияларда жүрсеңіз, бұндай адамдардың бүкіл гормональный системасында сбой болады. Ешқандай пайдасы азайып қалады жаңағы жасап жатқан нәрсеңіздің. Сол үшін жалпы дұрыс ой бұл ең бірінші орында тұрған нәрсе. Мынандай зерттеу жүргізілген, әр күн 30 минут медитация, құлшылық ету, Құдайға, енді біз намазымыз, басқа елдердің басқа молитвалары бар, соны жасау адамның теломері дейміз, ДНК-сының ұзаруына әкеледі екен. 90 күн бойы 30 минут жасаған жаңағы процедура, жаңағыдай өлуге жақындаған науқастардың өмірін, теломераларын ұзартқан. Просто микроскоп дәлелдеген бұны, Қазір енді адамның аурасында, суреттерінде дәлелдеп жасап жатыр ғой. Біз жанға және ойымызға мұқият болуымыз керекті, өте көп насихатталып жатыр. Қазір қияли әңгіме айтып отыр деп ойлауы мүмкін. Расымен де біздің негативті ойларымыз позитивке қарағанда үнемі басымырақ. Оны алып тастау үшін түп санамен жұмыс жасау керек. Одан кейін барып адам жайлап үйрене бастайды. Бір күнде ғажайып еш нәрсе болмайды, сондықтан бізге қандай аурудан емделгіміз келсе, біріншіден өкпелі адамға ренішімізді кешіріп, ал өкпелеткен адамыңыздан кешірім сұраудан бастау керек деп санаймын жалпы, және әр адамда бір енді өзінде сенімі болу керек шығар, ішінде жақсы болады, жазылам деген, психосоматика деген жалпы бұл осы нәрсе. Онкология ешқашан өмірге разы, ешкімге реніші жоқ адамда пайда болмайды. Всегда онкологияның түп тамыры балаларда да солай. Гинекология, балаларда ол көбінесе ата-анамен связь, мамасының психосоматикамен айналысатын мамандар мамасын емдеу арқылы емдейді баласының онкологиясын. Яғни бұл ананың әлі кіндігі үзілмеген, эмоционалды связі үзілмеген, сол үшін оларда енді кішкене күрделірек. Но жақсы ойлау ол әр нәрсенің базасы. Екінші орында эпифиз деген гормон бөлетін без бар. Бұл ұйқы гормонын бөлетін. Яғни Гүлжазира ханым, егер де сіз қазір бүкіл миллион теңгеге витамин алып ішіңіз, аптасына 6 күн спорт жасаңыз, бірақ сізде ұйқы жоқ болатын болса, түнгі 12-де ұйықтасаңыз, түнгі 12 сағат ұйқы гормон кешкі 9-дан таңғы 3-ге дейін бөлінеді. Егер сол аралықта сіз қалың ұйқыда болмайтын болсаңыз, немесе 11-12-1-де жаттыңыз, таңғы 3-ге дейін 1-2 сағат қана ұйықтадыңыз, біз ұйықтай салып мелатонин бөлмейміз ешқашан. Бірінші 45 минутта поверхностный сон дейміз, одан кейінгі глубокий сонда ғана бөлінеді. Яғни мелатониніңіз аз болатын болса, онда онкологияға бір шақ жақын деген сөз. Мынандай зерттеу бар.
үйінде ұйықтайтын әйелдер мен күнделікті жұмысын күндіз істеп кешке ұйықтайтын және түнгі сменмен істейтін әйелдер бар ғой, медсестра, врачтар. Солардың арасында жүргізілген Америкадағы зерттеу, рак молочной железы түнде ұйықтамайтын әйелдерде 2 есе жиі. Яғни мелатонин бұл сондай ағзаның ең мықты антиоксидантты гормоны. Ағзада тіпті сізбен бізде күнделікті 1000 онкологиялық клеткалар туындап жатады, бірақ біздің иммунитетіміз күнде оны ұстап алып жейді. Вот мелатонины жоқ, ұйқысы жоқ адамдарда сол процесс бұзылады. Яғни клеткаларды да емдеуші өзіміздің Алла берген күшіміз бар ішімізде. Соны біз просто бөлгізуге мүмкіндік бермейміз екен. Мелатонин гормоны бөлінбесе, қыз-келіншектер, сіздер үшін уайымдайтын нәрсе ерте қартаю процесі басталады әйелдерде. Сондықтан қараңғы жерде ұйықтағанымыз абзал. Терезені жабамыз. Мынау светильник, түнгі бра дейміз. Әрине әдемі, сәнді, бірақ түбегейлі қараңғы бөлмеде және иненің тесігінен өткендей жарық болмау керек. Телефонның жарығы да қараңғы жерде жатып ұйықтардың алдында қараған, ол сіздің мелатониніңіздің бөлінбеуіне кері әсерін тигізеді. Телефон туралы сұраңызшы дедіңіз. Телефон туралы мен жаңа сіздермен лейкоз туралы айта бастағанда бірінші әкелетін себебін айттым. Бұл С дәрумен төмен болуы, қанттың жоғары болуы рационда. Екінші бір өте маңызды факторы бұл осы телефон, жалпы цифровизация, мына 3G, 4G, 5G, Wi-Fi дегендер, яғни тоғы жоқ телефондар, тоғы жоқ интернеттер, солар мына сүйектің кемігі балаларда ересектерден қарағанда радио, фреквенция дейміз ғой, жаңа радио жиілікке 10 есе сезімтал. Яғни жаңа ғана туған дүниеге енді ғана көзін ашқан нәресте не үшін лейкозбен кеп тұр менің алдыма? Себебі оның мамасының жатырында жатқанда 9 ай уақыты ненің жанында болды? Телефонның. Телефон бір жақта қалып кетсе, 1 сағатқа бітті, өмір тоқтаған сияқты адам сезінеді. Яғни телефонның әсері, Жазирахан, мен жақында өзім блогымда бұл туралы бір тікелей эфир өткізгенмін. Өте орасан зор. Міне балалардың сүйек кемігіне 10 есе сезімтал дедім, ал жаңа гипоталамус дедім ғой, мына ойлау бөлігіне мен сол кезде есіңе салыңызшы деген, сол жері 30 есе. Қазір аутизм, рас, сөйлемейтін ЗПРР, ЗРР, гиперактивный балалар неге көбейіп кетті? Балалар кінәлі емес. Біз кінәліміз. Телефон қалтада, бала жатырда, мамасы 24 сағат онымен ешқашан не расстается телефонмен. Ер жігіттердің де қалтасында мамасы өсіп кетті, оның тіндері уже ондай чувствительный емес, түсінесіз бе, клеткалар. Бала андай губка сияқты бәрін сорып жатыр, витаминді сорып жатқан сияқты, солай өсіп жатқан сияқты, ол жаман нәрселерді де сорып жатыр. Бізде еще мынандай бар, 2 қабат әйелдерге жоқ деп айтуға болмайды. Не жегісі келеді, соны жоқ. 2 қабат әйелдерге 40 жерден жоқ, потому что ол өзінің денсаулығына қана емес, баласында, жатырында жатқан баланың денсаулығына жауапты. Сол үшін 18 жасқа дейін баланың денсаулығына толық ата-ана жауапты. Анау баланы туайыншы деген ойдан бастап. Жақында бір видео көргем, шетелдегі балалар болу керек. 1 жасқа толмаған ұйықтайын деп жатыр, қолдар былай телефонды, смартфонды іздеп жатыр да, қарап жатқан сияқты. Бұл тәуелділік, тәуелділік. Бұл жалпы мынандай, қазір жалпы любой аурудың превентивті подходы бар, алдын алуы. Ең осыдан алдыға өтіп кеткен ел Франция. Міне француздар жаңағы Wi-Fi-дың или беспроводной связін 5G, 4G-дің ДНК-ға қалай әсер етуін фотосын көрді клеткалардан. Мынау 3 жасқа дейінгі балаларда осыншама разрушение туғызады екен ғой деген ойды түйіп, Wi-Fi қазір Францияда ғана 3 жасқа дейінгі балалардың балабақшасында атымен жоқ, телефон Wi-Fi деген. Няняларында болмайды ондай нәрсе. Тек қана тоқпен кеп тұрған ғана интернет бар, болды. 6 жасқа дейінгі балаларда бұл шектеулі, яғни өзінің уақыты бар. Одан кейін ғана уже мектептерде ғана рұқсат етіледі. Яғни бұл бірден бір ел
осы деңгейде Ұлттың балалардың саулығын ойлап ұлттың жатыр, иә. саулығын ойлап жатқан. Ал бізде қалай, баласы әй өтініш отырса екен деп қолында күні түн үзілмейтін телефон. Мына көздің айнасы телефонға 5 есе көбірек әсер етеді балаларға. Жаңа гипоталамус 30 есе дедім, сүйектің кемігі 10 есе дедім, ал бастың мидың чувствительности 2 есе. Яғни үлкендерден қарағанда рак мозга жаңа лейкоздан кейін балаларда келесі жиі онкология. Шырайды. Неге? Мына осы сұраққа әрбір ата-ана өзі жауап берсе екен. Сол үшін бұның профилактикасы біріншіден телефонды хотя бы 12 сағаттық перерывқа қою, авиарежимға қою. Екіншіден Wi-Fi үйде бәр нәрсені іздеп тұрмау керек күні бойы. Wi-Fi'ды да түнгі жатардың алдында суыру тоғынан өшіріп қою. Яғни ол күні бойы бізбен сіздің көзімізге көрінбейтін нелердің, өрмекшілердің торы сияқты біз сондай Толқындар, тордың арасында жүрміз, толқындардың. Ал мына біз сізбен рентген түсіруге қорқамыз ғой, жылына 1 рет, бұл 2 рет түсіп қойсақ облучение боламыз деп. Бірақ фотоға түсірген кезінде гамма жаңағы рентген сәулелерінің әсері ДНК-ға почти бірдей. Сол үшін қайсы қорқынышты, себебі біз 24 сағат үзілмейміз, 30 күн үзілмейміз, 365 күн телефоннан үзілмейміз. Негізінде онкологияны, яғни онкологияға ұшыраған ауруларды емдейтін онколог дәрігерлердің менің ойымша мықты жүрегі бар деп айтар едім. Өйткені басқа ауруларға қарағанда бұл психологиялық жағынан науқасқа да дәрігерге де оңай емес. Сіз де бұл мамандықты бекер таңдамадыңыз деп ойлаймын. Енді тамақтанумен жаңағы интегративті онкология деп жатсыз. Осы әдісті енгізе отырып біз рак ауруына ұшыраған науқастардың өмірін қанша жылға ұзарту мүмкіндігіміз бар? Немесе мүлде бұл аурудан айығуға мүмкіндік береді? Сіздің жаңа бастамаңыз, жаңа бағытыңыз. Гүлжазира ханым, жалпы мен ойлаймын, енді ауруға шалдығып қалған адамда уже все, авария произошла. Жаңа аварияға түсті ол адамдар, бірақ ол адамдарды толыққанды жазылып кетуіне себепші болуға болады. Немесе ол адамдардың өмір сапасын арттыруға болады. Яғни олар бітті, мен ешқандай тойға бара алмаймын, моншаға бара алмаймын, өмірде мен үшін ешқандай қызық жоқ, тек қана больница мен 2 ортада жүрем деген нәрсе емес. Ол адам бұрынғы жағдайынан да өзін жақсы жеңіл сезіне алады. Сол нәрсеге әкелу. Ал 10-20 жылдан кейін басталайын деп тұрған онкологияны сау адамдарда профилактикалау, яғни болдырмау. Менің міне басты мақсатым осы. Ал енді неше жылға создыруға болады деген бұл сұрақ бір жаратушы білетін шығар, бірақ та дегенмен мына жоғары дозалы дәрумені адамдардың, онкологияға шалдығып қалған адамдарды ұзақ уақыт ремиссияға шығару, яғни бұл ауру енді қайтадан оянбауына жеткізуге көмектеседі. Жалпы бұның бірнеше тәсілдері бар. Әрине бұл өте күрделі, комплексті подход бұл жерде. Енді генетикасында, тұқымында, әжесінде, атасында белгілі бір онкологиялық ауру болған адам білет, естейді, көзімен көрді. Ол бәрібір өмір бақи мойындап жүреді. Ай, бір күні осы шығып қалады. Ай, осы күн бір күні менде бір жерінен шығады. Әжемде болған, атамда болған деген уайым шын мәнінде ауруға әкелуі мүмкін бе? Бұндай уайым бұл күнделікті кортизол, күнделікті стресс гормоны. Ал стресс бұл онканың бірінші қадамы. Қандай мәселемен болсын, сабағыңызды оқи алмай жатсаңыз да, басқа біреумен ренжісіп қалсаңыз да, қандай да стресс. Ал күнделікті ойлаңызшы, мен қашан онкологиям оянады екен деп күтіп жүрген адамда миы сол тарапта жұмыс істеп жатыр. Яғни міне оятуымыз керек. Сол үшін мен жаңа бекер айтып кетпедім. 80% эпигенетика, яғни өмір сүру салты адамның. 20% ғана ойнайтын рөлді уайымдап күнделікті оны күтудің қажеті жоқ. Сағат 9-10-да жатыңыз, тамағыңыздан қанттың мөлшерін азайтыңыз, күніне 30 мл 1 килограмм салмағыңызға су ішіңіз, ас қорытуыңызды жақсартыңыз, жақсы сапалы өнімге көшіңіз, телефонды азайтыңыз, спорт қосыңыз, аптасына 3 күн болсын. Яғни осыларды өзгерту арқылы 60% адам онкологиямен ауырмауы мүмкін еді деп тұр жаңағы ғылыми статьялар. Яғни
мүмкіндік бар. Қолыңызда туз бар, қолыңызда алтын кілт бар, қолданыңыз. Енді қазір көрермендер сұрайды, онкологиялық аурулардың ішінде мүлде жазылмайтыны қайсы және қай дәрежеде, яғни біз метастазға етіп қалған кезде жазылмайды дейміз. Ең қауіпті түрлері қайсысы онкологияның? Жалпы онкопроцестерде қандай ауру болмасын, қандай түр болмасын, 4-ші саты деген бұл енді біз ондай науқастарға паллиативті көмек дейміз, өмірін ұзарту, онкологияның өсуін бәсеңдету, сондайға ғана көмектесеміз. Бірақ та дегенмен біздің жаратушымыз шебер, Гүлжайзира ханым, кейде міне мынау адам бітті, енді өмірінің соңын үйінде қарсы алсын, достарына барсын деп шығарып жерген адам бір қасиетті күшпен, ғажайып күшпен 10 жылда, 5 жылда өмір сүріп жатады. Яғни онкология деген сондай ауру, бұл генетикамен связанный болғандықтан адамның ойы, жаңағы жеген бүкіл нәрсесі әсер етіп, ондай адамдар кейде құлантаза аяқ. Онкологиясы ұйықтап қалуы мүмкін аяқ астынан. Бірақ оған енді іштен сондай желание, күш керек. Мен өмір сүруге деген құштарлық керек. Ал кішкентай ғана 1-2 сатысында тұрған онкологияны кейде анықтаймыз, бірақ ол адамдарда ол ісігі химияға көнбей жатады, сәулеге көнбей жатады, өсіп жатады. Мысалы 5 жылдан кейін 5 жылдың ішінде қайталанып жатады. Ол адам күнделікті жаңағы сол ісігіне ғана концентрация жоқ. Ол адамда ішкі күш болу керек. Өмір сүрем деген өмірге құштарлығы болған адамдар қандай да болсын ауруды жеңіп шығуға мүмкіндігі бар деп санаймын. Бізде ешқандай санамызда шектеу болмау керек. Бәрін реттеуші тек бір Алла. Лейкозға қатысты бізде еміне қатысты жалпы трансплантация жасалынады. Костный мозг бізде жасалынады ғой Қазақстанда. Костного мозга жасалынады. Бірақ та бізге біз донорларды қайдан іздейміз? Біз Германиядан, Турциядан іздейміз. Қазақтарда донор деген. Олар славяндар, мысалы біреулер жаңа курдтар, басқандай кішкене генетикамыз өзгеше да. Бізде мысалы әрбір қазақстандық денім сау деп санайтын қазақстандық 9 мл қан тапсырып қою арқылы донор бола алады. Ол өзі үшін ешқандай зиян келтірмейді. Ойлайды ғой, сүйек кемі деген мынау жауырыннан немесе бөкседен сүйекті кесіп алады деп. Жоқ, ондай емес, кәдімгі қаннан алады, анализ тапсырған секілді. Сүйектің кемігінен алады дегенде кейде болады, мына жамбас сүйектің шығып тұратын жер, бірақ ол жерде ешқандай орган жоқ, ештеңеге зиян келтіру мүмкін емес. Ол жерде тек қана сүйектің бір ине бар ғой, укол салатын ине, сондайды тығып сорып алады кішкене кемігін. Бұл мүлдем сондай бір қиын емес процесс, бірақ та ешкім бізде донор болуға дайын емес. Сондай донорлар көбейсе деп ойлаймыз. Енді өзіміздің банкіміз артса, мүмкін қаншама 10 шақты адамға сіз өмірін сақтап қалар едіңіз. Өмірін сыйлар едіңіз. Донор болу арқылы. Сүйек кемігі доноры болу туралы естімеген болсаңыз, ол да кәдімгі қан тапсырған секілді өте жеңіл процедура. Біздің еліміздегі ауруға шалдыққан балалар донорларды өте көп күтеді. Олардың типі келмейді, европалық нәсілді. Сондықтан қазақтың балаларына өзіміздің қазақтың сүйек кемігінің донорлары қажет. Оны да ұмытпай ескере жүріңіздер. Енді бізді көріп отырған көрермендерге сіз тағы да алдын алуға болады 60% деп айтып отырсыз. Ең қарапайым 3 кеңес, қандай кеңес ұсынар едіңіз? Ең бірінші бұл ой, ұйқы, стресс менеджмент. Яғни ойыңызды түзеңіз, өкпеңізді кешіріңіз және ұйқыңызды дұрыстаңыз. Бұл бірінші кеңесім. Себебі әр аурудың, тек қана онкологияның емес, диабет, аутоиммунды, ревмат, любой аурудың бірінші сатысы соның бұзылуынан басталады. Екінші орында рационыңыздағы қантты азайтыңыз. Қант тең онкология деп түсініңізші, себебі 50%-ға сіздің онкоклеткаларыңыз оянуға мүмкіндік беріп тұрса, 100 грамм қант. Сіз ондайдың қаншасын жасап тастадыңыз уже? Қанша кусок торт жеп тастадыңыз, қаншама булка нан жеп тастадыңыз, қаншама сок, жаңағы фастфуд, фри деген нәрселер жеп жатырсыз. Одан бөлек жаңағы майлар бар, сапасыз деген сияқты рафинатталған. Бұның көп, бірақ
тым болмаса қантты азайту арқылы адам 50% иммундық жүйесін күшейте алады. Бұл екінші кеңесім, және қантты ыдырататын инсулин деген гормон, бұл гиперпластичный гормон, яғни ағзада қандай да бір генетикасы бұзылған адамдардың, мысалы меңдер, мына папилломалар дейміз ғой, мойнында бүйтіп көп мең шығып кетеді, мысалы қандай да миома болсын, фиброаденома, төсіндегі доброкачественный бездердің барлығын өсіруші, инсулиннің жұмысы өсіру. Сол үшін қандай да жаңа қант любой процессті өсіреді, жақсыны да жаманды да бәрін. Сол үшін қантты азайту ол екінші кеңесім. Және үшінші кеңесім, әр орган хотя бы сіз жеп жатқан тамақтың құрамындағы минералдарға қанықсын, дәрумендерге қанықсын. Ол үшін не істеуіміз керек? Соларды ағзаңыздан анықтап жетпейтіндерін толықтыру және спорт қосу. Спортсыз, егер де жүрегіңіз 120 рет соқпаса, күніне 1-2 рет болсын, аптасына 2-3 рет болсын, күнделікті баяу 50-60 соғып тұрған соғыс, мынау алыс жатқан органдарға жеткіліксіз гипоперфузия деген түсінік бар, яғни органдардың қанды аз қамтамасыз етуі. Сол жетпей тұрған оттегі да жетпейді, дәрумендеріңіз де жетпейді, яғни спорт міндетті түрде болу керек. Осы 3 кеңесімді орындаса, 100% 100 адамның 50-60-ы ауырмауы мүмкін онкопроцесспен, ал ауырып қалған адамдар тезірек ремиссияға шығып, тезірек қалыпқа келуі, ұзақ уақыт онкасыз өмір сүруге мүмкіндігі бар. Рахмет сізге, Бота ханым. Еңбегіңізге табыс тілейміз. Үміт Тома орталығында қабылдайды, сондықтан да профилактика керек болса, немесе аурудан кейін сол ауруды ремиссияға түсіргіңіз келсе, ұзақ өмір сүргіңіз келсе, Үміт Тома орталығында көптеген жақсы мамандар бар, жаңа технологиямен жабдықталған керемет орталық. Бірақ біздің елімізде онко науқастар аз болса дейміз. Барлығының себебі біздің осы уақытқа дейін мен танып білетін дәрігерлердің айтатыны ол дұрыс тамақтану, уақытында ұйықтау және қимылдау, денсаулық формуласы деген нәрсеге сайып келеді. Денсаулық формуласы демекші, осыдан кейінгі сұхбат, осы формуланы жиі айтатын эндокринолог дәрігер Гүлжан Аманбай Мұратханқызымен болады. Сондықтан да келесі сұхбатты асыға күтіңіздер. Бүгінгі сұхбат ұнаса лайк басып, комментарий жазып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Денсаулық ең бірінші байлығымыз, соны күте білейік. Ауырмаңыздар.